Сәлеметсіздер ме оқушылар, математика пәнінің 73-ші сабағын бастайық. Бүгінгі тақырып жиынды элементтерінің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөліктеу, бөлу. Бүгінгі сабақта сіздер бөлу амалымен танысасыздар. Практикалық жұмысқа назар аударайық. Бұл жерде жиынды элементтердің саны бірдей бөліктерге және тең бөліктерге бөліктеу деген тапсырма берілген. Бұл жерде 6 шаршыны 3 оқушыға теңдей етіп үлестір дейді. Бұл сол жағында, оң жағында 6 шаршыны 3-3-тен оқушыларға үлестір дейді. Төмендегі нұсқаулық бойынша орындаймыз. Алдымен 3 оқушыға бір шаршыдан бер дейді. Бір шаршыдан әр балаға беріп шықтық. Енді қалған шаршыларды да әр оқушыға осылайша үлестір. Қалған, мысалы, екінші шаршыны біз мына балаға берсек, сонда 3-3-тен шығады. Яғни біз 6 шаршыны 3-3-тен 3 балаға бердік. Сонда 6 азайту 3 тең 0-ге. Келесі оң жағын орындайық. Әр оқушыға 3 шаршыдан үлестір дейді. Неше оқушы алды? Яғни 6 шаршыны біз 3-3-тен бөліп берейік. 6 шаршыны 3-3-тен үлестірген кезде сонда 2 балаға тең келеді екен. Мұнда да 6-дан біз 3-ті азайттық, одан кейін тағы да 3-ті азайттық. Енді осыны бөлу түрінде жазатын болсақ, 6 бөлу 3 тең 2. Яғни біз 6-дан 3-ті 2 рет азайттық деген сөз. 6-ны 3-ке бөлген кезде 2-ге тең болады. Осыдан қандай ереже шығарамыз? Бөлу амалының таңбасы қос нүктеге ұқсайды. Ол бөлу амалы. 6 бөлу 3 тең 2 теңдігін бұлай оқиды. 6 санында 3-тен 2 рет бар. Яғни біз 6-ға 3-ті 2 рет азайттық деген сөз. Немесе 6-ны 3-ке бөлсе 2 шығады. Немесе 6-ны 3 есе кемітсе 2 шығады. Бұл жерде есе кемітсе деген жерде, мысалы, қосу кезінде артық десек біз қосамыз, кем десек азайтамыз. Ал егер есе кем деп тұрса, онда біз бөлеміз. Келесі оқулықтағы номер 2-ші есепке назар аударайық. Бұл жерде кесінділерді сызып, есептерді шығар. Есептердің шешуін салыстыр дейді. Асыншы есепте ұзындығы 10 см кесінді 2 тең бөлікке бөлінген. Ең алдымен біз кесінді 10 см кесінді сызып аламыз. Оны 2 тең бөлікке бөлеміз. Кесіндінің бір бөлігінің ұзындығы неге тең? Яғни біз ұзындығы 10 см-ді 2 тең бөлікке бөлген кезде бір бөлігі 5 см-ге тең болады. Екінші бөлігі 5 см. Яғни біз 10-ды 2 бөлікке бөлген кезде 5 шығады. Яғни мын жағы да 5, оң жағда да 5, 5-ке 5-ті қосқан кезде 10. Енді бөлінді түрінде біз 10-ды 2-ге бөлдік, тең 5 см шығады. Келесі әсінші есепке назар аударайық. Мұнда ұзындығы 10 см кесінді бірнеше бөлікке бөлінген. Яғни 10 см кесіндіні сызамыз. Бірнеше бөлікке бөлеміз. Әр бөлігінің ұзындығы 2 см-ге тең. Яғни біз 10 см-ді 2 см-ге теңге бөлеміз. Яғни бөліп тастаймыз. Кесінді неше бөлікке бөлінген. Яғни әр бөлігі бізде 2 см. Енді осыны бөлінді түрінде жазу үшін біз 10 см-ден 2 см-ді азайтамыз. Яғни біз 2 см-ден бөлдік. Сонда бізде 5 бөлік шықты. Яғни 10 см-ді біз 2 см-ге бөлдік. Сонда кесінді 5 бөлікке бөлінгенін табамыз.
Келесі номер 3-ші есепке назар аударайық. Бұл жерде кесте тігетін жіптерді 4 қызға 2-2-ден теңдей бөліп беру үшін неше жіп керек дейді. Бұл жерде міне 4 қызды біз белгіледік. Оларға 2-2-ден жіп тарату керек. 2-2-ден таратқанда неше жіп қажет болады? Бұл жерде сурет түрінде көрсетілген. 2-2-ден таратқан кезде оны қалай жазамыз? 4 көбейту 2 тең 8. Яғни біз әр қызға 2-2 жіптен келетінін есептедік. Келесі номер 4-ші есепке назар аударайық. Бұл жерде санағыш таяқшаларын пайдаланып бөлу амалын дұрыстығын тексер дейді. 12-ні 3-ке бөлгенде 4 шығады. Енді осыны қалай тексеруге болады? Мысалы, санағыш 12 санағышты алдық, оны 3-3-тен белгілеп салсақ, неше стақан қажет болады? Мысалы, 3-3-тен бөлгенде сонда бізге 4 стақан қажет болады. 12-ні 3-ке бөлгенде 4 шығады. Номер 5-ші есепке назар аударайық. Бұл жерде шаңғы жарысында мәреге шаңғышылардың бірі 11 сағат 10 минутта, ал екіншісі одан 30 минутқа ерте келді. Екінші шаңғышы мәреге қай уақытта келді? 11 сағат 10 минуттан 13 минутты азайту үшін біз 10 минуттан 13 минутты азайта алмаймыз. Сондықтан біз 11 сағаттың 1 сағатын минутқа береміз. Біздің 1 сағатымыз 60 минутқа тең. Сонда 10 сағат деп жазамыз. 1 сағатын біз минутқа бердік. 1 сағатымыз ол 60 минут. 60-қа 10-ды қосқанда 70 минут шығады. Ондан 13 минутты азайтамыз. Сонда 10 сағат 70-тен 13-ті азайтқанда 57 минут. Сонда екінші шаңғышы 10 сағат 57 минутта келеді. Келесі 21-ші беттегі номер 6-ші есепке назар аударайық. Әр есепке өрнек құр, олардың мәнін тап. 6-шы есеп: 20 спортшы 4 қатарға тең бөлініп тұрды. Әр қатарға неше спортшыдан тұрды? Ең алдымен біз 20 спортшыны 4 қатарға бөлеміз. Сонда неше қатар шығады? 20-дан 4 азайтамыз. Яғни 20-дан 4-ті азайтып 0 шыққанша дейін есептейміз. Немесе 20-ны 4-ке бөлеміз, сонда 5-ке тең. Оның дұрыстығын қалай тексеруге болады? Оны көбейту амалымен тексереміз. Яғни 5-ке 4-ті көбейтеміз, 20 шығады. Келесі: 20 спортшы әр қатарға 4-еуден тұрды. Спортшылар неше қатарға тұрды? Бұл жерде 20 спортшыны әр қатарға 4-еуден тұрғыздық. Яғни 20 спортшыны тағы да біз 4-еуден бөліп тастадық. Сонда жауабы 5-ке тең. Енді дәл солай тағы да 20-дан 4-ті 0 шыққанша дейін азайтамыз. Немесе 20 мен 4-тің бөліндісі деп белгілейміз. Оны тексеру үшін біз тағы да 5 пен 4-ті көбейтеміз, 20 шығады. Сонда есеп дұрыс орындалды.